әулие жерлері бар, оқыған білімді, соның көп елдерге жақсылық жасаған, сол қайырымдылық жасаған, қайырымдылығы енді сол шешеме қайтқан шығар. Шешем 74 жасына дейін өмір сүрді. Сонан кейін қайтыс болды шешеміз. 74 жасында қайтыс болды. Енді 6 бала көрді. Балалардың өзі сондай болғаннан кейін бәрін оқытты. Бәрі высшее образование. Бәрінде образование бар. 6-ауында да образование оқытты. Шешеміз былай жасады. Көктемде бұзаулар сататын адамдардан бұзау сатып алады. Бұзау сатып алады да, соның кейін өріске мал қосады ғой. Мал қосқанда аяғына бір күшік, аяғынан сүйен қоймайды екен. Мынау кімнің күшігі десе, білмейміз дейді. Жүр үйге деп күшікке сөйлесе, күшік үйге келеді. Үйге келеді, соның кейін сол бұзау сатып алған, 5-6 бұзауын сатып алған бұзаулардың күшікке, 5-ке дейін бақтынан бұзауды десе, 5-те айдап келеді күшік. Ойбай, 5-ің әлі ерте ғой, әлі кеш бұлтқанша бақ деп қайтадан алдына салып берсе, қараңғы түскен. Соның кейін, сағатқа қарап сағатын айтайыншы, ертерек келсін, қараңғы түскенді айдап келгеніз дейді. Сөйтіп шешеміздің несі күшігі, сөйтіп шешеміз өзі неге қылшаға жұмысқа кетеді, ақша табам деп. Сөйтіп жұмысқа кетеді, содан күшік 5 бұзауға қарайды, сол 5 бұзауды өсіреді, соның кейін оны біреуін соғым жасайды, біреуін сатады, өшім киім кешек, балаларын оқыту үшін сөйтіп. Соның кейін Алматыға барып, Алматыда енді тұрып қалған туыстары бар ғой, Қаржаулар бар, Төртсарылар бар. Сол Есболатов Есет деген министр обороны болды, Төртсарының кісі. Бірақ ол кісіге әйелі жолықтырмай, ол кісі көмектесем кесін деп хабар беріпті, балаларын оқытамен. Деген екен, барса әйелі қуып жіберіпті шешемді. Өзінің де бас ауырып отыр, ес бар деп. Содан кейін енді қайда қонады шешем? Әйелі қондырмай жібергеннен кейін. Содан кейін басқа жаққа кетіп қалыпты. Содан кейін оның кейін Есболат тағы кісі жіберіпті. Секерге айтып балаларын алып кесін. Мен білдім, әйелімнің қуып жібергенін естідім, әйелім айттым, екінші олай жасама деп айттым. Ешкімді күтпесең де, сол секерді күтуің керек деп айттым деп неткен екен. Енді шешемде наймандарды сол аштықтан аман есін алып қалғанын біледі ғой, сол жерде. Төртсары болсын, басқа болсын алып қалғанын біледі, соны айтыпты. Ешкімге жақсылық жасамасаң да осыған жақсылық жасауың керек. Шешем өкпелеп бармай қойды, одан кейін Есболат әйелі қуып жіберген, мен 2 рет бардым, 2 ретінде де қуып жіберді деп. Содан кейін басқа адамдар тауып балаларын оқытты, оқуға түсірді ұлдарды. Ұлдар высшее образование, нархозы бітірді. Енді біз средний специальный образование алдық, кейін заочно, высшее алдық біз енді. Аналар очно оқыды. Солай оқыды. Солай бәрінде образованиясы бар, жақсы өмір сүрдік. Енді сол кісілердің қасиеті, өте қасиетті кісі болған ғой, енді шешеміз айтып отырады, Бүркіт өзінің әкесінде айтып отырады. Қазір жау келе жатыр, мына жаққа малды айдамаңдар. Барымташылар келе жатыр, мына жаққа айдаңдар, содан кейін жолға мына малды қорғаңдар деп қойып қояды екен Бүркітбай. Соның кейін кейбіреулер сенеді, кейбіреулер сенбейді екен. Соның кейін бір күн сенбеген адамдар, мына жаққа айдамаңдар, шығыс жаққа айдамаңдар, барымташылар келе жатыр. Мына батыс жаққа айдаңдар, сол жақтан жайып тойдырып алып келіңдер, сендерге бер жағынан қорғайтын адамды жіберем деген екен. Қорғайтын адамдар қойшы, осы әншейін сөйлейді десе, барымташылар келіп, шығыс жаққа жаятын жерге жаймаған малды. Шығыс жақта құз деген жер бар екен, ол жерге жаймаған. Ой, бұларды қай жаққа жайса да біз алып кетеміз деп, әгі жердегі несін, малшын соққы жығып, әгі нері бармағанда малды алып кеткен екен барымташылар. Содан кейін аналар сенетін болыпты. Сондай қасиеттері болған екен. Соның енді бұл Бүркітбайдың әйелі Торғын деген кісі смер, өзі әдемі, өзі сұлу екен. Енді Ақтілес айттырып қойған екен, бірақ мына кісі алып қашып алған екен. Ақтілестің биінің баласы айттырып қойған екен, Ақтілес деген елдің.
бірақ мына кісі алып қашып ананың сұлуына қызық бермей қойған екен. Содан кейін менің айтырған қалыңдығын құнын төле дегенде аздап төлеп жүрген екен. Енді өйстіп төлеп құтыламын мен сенен деп келісіп жүрген екен. Бірақ енді толықтай төлемеген болу керек. Содан кейін ана сөйтіп жүргенде ана жеңгелері қызғана ма, ана 4 жарының қызын алды, әдемі сұлуды алды деген болу керек. Ана ауылдың адамдары біздің шешемізді ұрлап алып береді екен. Ұрлап Ақкілестерге алып береді екен. Ақкілестер ұрлап шешемізді алып кетеді екен. Ақкілестердің ауылында жүреді екен. Сөйтсе Ақкілестің шалдары айтады екен: "Әй, бұл әулиенің тұқымы, мынаның көзінен жас кетпесін, сендер алып кепсіңдер, баланы ұрламау керек еді. Ұрласаңдар малды ұрлауың керек еді" деп шалдар бәрі көйлек тігіп беріп, не етіп, Ақкілестің шалдары сөйтіп күтіпті шешемізді. Сөйтіп жүргенде ана қызылдар кеп ана мал әкеп беріп, қызын қайтадан алып кетеді екен. "Мен тұқымымды сендерге нетпеймін" деп ана бүркітбай. Өзімнен туған қызы сендерге қалдырмаймын деп алып кетеді екен. Сөйтіп жүргенде енді өзі қуғынға ұшырап кеткеннен кейін еткен ғой, алып кете алмаған ғой. Соның шешесі түнделетіп келіп, біреулерге нан әкеп беріп, киім, шекпен, шерік әкеп беріп бір балаларға: "Сен мынаны тығып қой, күзде киесің, саған керек болады, сен маған ана қызды шығарып бер сайға" дейді. Сөйтіп шешесі кеп ұрлап алып кетті қайтадан қызды. Ана Ақкілестерден. Енді Ақкілес пен Қаржаудың ортасы түстік жер екен. Түстік жер дейді енді қазақтардың айтуынша. Мен енді қай жер екенін анық білмеймін ол кездегі, бірақ карталардан таңертең шықса түсте баратын жер ғой түстік. Иә, түстік жер екен. Содан сөйтіп қызын ұрлап алып кеткен ғой. Сөйтіп ұрлап алып кетіп, өзі қарап жүргенде, "Енді сен жас балаң бар, қарай алмайсың" деп Омар алып кеткен ғой. Омар өзінің қайнағасы болып келе ме екен, қайнысы болып келе ме екен, сондай енді үмбеттің ішінде, сол үмбет, Қаржаудың ішінде үмбет деген ел. Омарлар да бай болған кезінде Москваға барып келген кісі екен. Үлкен ұлын сол Москвада, Россиядан оқытқан екен. Үлкен ұлы военный летчик болған екен ол кісінің. Ол кісінің еңбектерін қасындағылар пайдаланып кеткен дейді, өзі қайтыс болып кеткен дейді. Военный летчик болып жүріп Омар. Ал Кенжебай тоже военный болды. После войны Европада болды. Европада жүрді. "Я на бритвах ходил" дейді. Ол кісі айтады. Мен әңгімемді айтпаймын. Енді ойбай Кенжебай жоғалып кетті деп Министерство оборонаға арыз жазады, бәр жаққа арыз жазады ғой. Неизвестно деп ответ келеді. Нам известно. Сөйтсе айтуға болмайды, ол кісі Европада болған екен. Енді кішкене немістерге ұқсайтын болған болу керек. Кенжебайдың суретін көрсетемін қазір. Суреті бар Омар Кенжебайдың. Оның бәрін ертең дайындап қоятын едім, суреттерін бәрін. Енді сол военный болған, сол "Я на бритвах ходил" дейді. Енді содан белгілі ғой. Шақтың қырымен жүрген ғой енді. Бритваның қырымен жүрдім мен енді. Өліммен содан 25 жылдан кейін іздеп келіп, мен енді сестрамды іздеп табуым керек деп келіп тауып, 25 жылдан кейін келді. Соны Москвада қызмет жасап жүрген жерінен кейіннен қазақтарды Қонаев атамыз шақырта бастағанда Омар Кенжебайды Алматыға алдыртты. Квартира берем, тағы бір военный летчик бар, бір тағы 3 кісі келген сол кездерде. Бәріне квартира берді, аналардың әйелдері келген жоқ, Кенжебайдың әйелі келді. Қызы ұлыменен келді. Ұлы ұшақта туды, қызы неде туды, Россияда туған. Қызымен келді. Қазір қызы неде тұрады? Қарағандыда тұрады. Қазақстан архитектура бастығының баласына үйленген қызы. Содан олар Қарағандыға баласын ертеректе жіберді. Баласы Қарағанды облысының архитектура бастығы болып істеді. Міне ерден орыс әйел ажыратып алып жүре ме, балам жақсы көретін қыз деп Қарағандыға, әкесі Алматыда қайтыс болды, әкесі Алматыда тұрды. Құда дейміз ғой енді ол кісіні. Мен 1-2 ағризганы көрдім. 7-8 бөлмесі үйі бар екен. Шақырды, мен үйіме кеп тұрыңдар. Біз ауылда тұратын адамды Алматыда тұруға қорықтық, барған жоқпыз. Сондай.
Содан кейін сол әкеміздің, шешеміздің бабаларының қасиетін мына танымайтын кісі, мына кісі архитектор болып істейді. Ана бейбітшілік монументін Астанадағы авторы. Содан кейін сол монументті енді оның нелер, бұның чертежмен нелер қояды ғой, строительдер, инженерлер қояды ғой. Соны ана белгі құс бүркіт тұр ғой. Сол желдің бағытына дұрыс тұрмады деп, соны барып өзім түзетем деп биік немен шыққан ғой, ананың басына шыққан ғой. Содан шыққанда, содан шығып түсіп келе жатқанда құлап, мына кісі инвалид болып қалған. Сол кісі, осы кісінің шешесімен бірге тұрып жатқан, инвалид болған соң әйелі кетіп қалған, белінен жүре алмайды, биіктен құлағаннан кейін бел омыртқадан неткен ғой. Үйінде отырып, коляскамен отырып, ана чертеждар сызып, ақша табады, пенсия алады мына кісі, архитектор кісі. Содан осы кісі, ой, сендердің Еспетті деген аталарың арттарынан қалмай жүр ғой. Енді сіңлім барып отырған ғой үйлерінде, шай ішкен, тамақ ішкен, әңгімелескен. Сонда міне сөйтіп, мына Еспетті аталарының суреті деп мына кісі салып берді. Міне, ол кісі былай жүрген дейді. Міне, осып жүрген дейді. Осындай шапан киіп, осылай жүреді екен дейді. Таяғын ұстап деді. Міне, осы кісі сөйтіп салып берді. Сонан кейін егер таныстарыңа бір не керек болатын болса, міне менің ескіздерім суреті. Мынандай не керек болатын болса, зиратқа бір нәрсе керек болатын болса, заказ алыңдар. Мен сызып берем деді. Оны біз бір-екі адамдарға айтып едік, ешқайсы ондай не бермейді бұл жақтың адамдар. Мына кісі үйде отырып табыс-табысын енді біздің атамыздың суретін сап берді ғой. Аталарың сендерді қорғап, қоршап жүреді екен аталарың. Міне Еспетті деген дейді. Соны сіңілім атын білмейді, Еспетті деген кім дейді. Ой, Еспетті Кеңсеба деген кісі. Кеңсебаның шын аты Еспетті. Оның баласы Бүркітбай, оның шын аты Баяхмет. Не ат қойғанда атын Баяхмет деп ат қойған ғой. Сол мен шешемді Баяхмет қызы Секер деп шығарды. Кеңсебаның тұқымы деп шығарды өлгенде. Асыраған Омардың атынан шығарған жоқ. Соның кейін ана Кенжебай бауыр келіп, ой, мен Омар деп шығаратын шығар десем, жаназада бұны жоқ, нақты әкесінің атымен шығарады ғой. Нақты әкесінің атымен шығарып, Баяхмет қызы Секер деп шығарды. Соны айтады, мен Омар қызы деп шығаратын шығар деп енді десем, бұны не деп шығарды деп, ана военный бауыры сөйтіп нетті. Сөйтіп Баяхмет қызы Секер деп зиратында солай жазылып тұр, шешеміздің аты.